Сәлем. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Біраз болыпты сіздермен тікелей неге шықпағалы, ешқандай контент түсірмегеніме, жалпы көңіл күйіме қазіргі жағдайларға байланысты болып қалды. Бірақ кешеден бері бір тақырып ойыма оралып, көңілімнен шықпай қойды. Сол туралы айтқым келеді. Жалпы адамзат баласы, жаңағы осы қоғамда көптеген мынандай бір тіркестер қазір қалыптасып кеткен ғой. Адам деген керемет жаратылыс, біз деген ғажайыппыз, ешбір неден айырмашылығымыз, біз деген ақылдың иесіміз, біздің қолымыздан келмейтін ештеңе жоқ. Қазір адамзат баласының қолынан келмейтін ештеңе жоқ. Адамзат бәрін жасап жатыр. Тек қана адам жанына жан салмағаны болмаса деп айтып жатады ғой. Бірақ мен бүгін тағы да бір керемет ғажайыпқа, бір мынау біз қанша есептейік, қанша логикамен ойланайық, қанша нәрсені міне нақты осындай болады деп тәлпіштегенімізбен де біздің қолымыздан келмейтін, кейде біздің есептеп қойған есебімізге сай келмейтін де нәрселер болады екен. Соған қарап тұрып, Алланың құдіреті тағы бір шексіз екеніне, барлығы бір Алланың құдіретімен болатынына, жай ғана Абайдың сөзімен айтқанда, Абайша айтқан кезде боқ көтерген бір боқтың қабы екеніміз ғана, боқтың қабы екенімізге ғана тағы бір көзім жетті. Кеше бізде мынандай бір оқиға болды. Біз өзіміз ауылдық жерде тұрғаннан кейін қазіргі дейін пеш жағамыз. Аяқ астынан пешіміз тұтап, түнде бала-шағаммен шұбырып, інімнің үйіне барып қонып келдік. Сонда мен түсінгенім, біз қанша, мына үйде бір үйде қанша адам бармыз, сол қаншама адамдар бұндай жағдай болатындығы туралы біз білген жоқпыз. Біз есептеуді білмейміз. Біз сонда, біз ақылды болсақ, адамдар керемет болатын болса, соны алдын ала білсек, білмес пе едік? Жоқ. Осыған байланысты мен айтар едім, жаңағы әрқашан Алланың есебі түзу. Алланың ғана есебі түзу. Біз мың тыраштанайық, логикаға салайық, физикаға салайық, математикаға салайық, біздің есебімізбен жүрмейтін заңдылықтар бар. Сондай бір әлемнің бір керемет, бір мына жаратылыстың бір керемет, бір өзгеше бір құпиясы бар. Білмеймін, оны адамның сыры әлі ашпағанда, бір аяқ асты болатын істер болады, аяқ асты болатын, біздің тіпті ойымызға келмеген нәрселер болып қалады. Байқайсыздар ма? Рызық мәселесінде болсын, кез келген сынақ болса да, біз оны жай ғана ұшық деп жатамыз. Ұшық емес. Бұл жаңағы өзі Алланың ешбір есептен қателеспейтіндігі. Соған байланысты мен сіздерге ой айтқым келеді. Жалпы біз біреу туралы ойланған кезде, біреу туралы айтқан кезде, біз өз ойымыздағы, қашанда айтам мен, рамкамыздағы нәрсені ғана ойлаймыз. Біз тіпті біреуден ақша сұраған кезде, ол кісі бізге қарыз бермей жатса, біз оған әлде қандай ренжиміз. Менен сұрағанда мен беріп едім, ол бермеді деп. Реально расымен де ол кісі деп болмауы да мүмкін. Адамдардың күліп жүргеніне, адамдардың қуанышты жүргеніне кейде біз соны есепке алмайықшы. Ол адам материальный емес, моральный мықты болуы мүмкін. Ол адам рухани мықты болуы мүмкін. Руханиятынан ол кісі сізге білдіртпеуі мүмкін ішкі сезімдерін, бірақ оның солай күліп жүргенін, соның мықты жүргендігін біз ақша мәселесіне келіп, қаржы мәселесінде, материальный жағдайда есептегенді қояйық. Болып қалады, мысалы, кейбір адамдар біреуден қарыз сұрап жатады да, ол қарызға біреу ақша бермесе, мен соған сөйтіп едім, бүйтіп едім, ал бірақ маған келгенде ол сондай жағдайға түсті, маған бермеді деп жатады. Сіз оның кейпінде, оның өмірінде, оның тіршілігінде тура сол кісінің кешкен өмірін сіз кешкен жоқсыз ғой. Сондықтан оның рөліне кіріп, жаңағы біреудің атынан шешім шығаруды қояйық. Өйткені біз шығарған шешім, біз ойлаған ой, біз есептеп алған есеп қате болуы мүмкін. Тек қана Алланың ғана есебі дұрыс. Сондықтан кейбір сынақтарға түсіп қалып жатамыз, кейбір нелерге түсіп қалып жатамыз. Бұл қалай деп біз сол кезде ғана ойланамыз, бірақ бұның да бір үлкен артында себептері болуы мүмкін. Сондықтан жалпы менің мақсатым, менің айтқым келетін ойларым, ешкімге кесірімізді тигізбей, ешбір жанға тіпті материальный емес, моральный, тіпті ойлық тұрғыда, логикалық тұрғыда психикасына әсер етпейтіндей өмір сүруіміз керек шығар. Сол кезде
Алла тағала жер бауырлаған жыланмен аспанда ұшқан құстың өзіне ырзық пен несібені берген болатын болса, адамзат баласы үшін, сіз бен біздің кез келген бір болмайтын тіршіліктер үшін жаңағы уайымдауымыз ол бекер деп ойлаймын. Сондықтан мен Алланың есебінің дұрыс екендігіне, мүлткісіз екеніне, бір қатесіз мына бір керемет үйлесіммен жаратылған ғаламды шексіз бір сағат, бір минут, бір секунд ешқандай несіз, қателіксіз басқарып тұрғандығына тағы бір куәсі болдым. Сондықтан әрбір істен ғибрат алайық, аман болыңыздар. Ешкімге, ешбір адамға залалымызды тигізбей өмір сүрейік. Әр іске қандай нәрсе болмасын, тәуба етіп шүкіршіл болайық, шүкір етейік. Алладан жақсылығымыздан үміт етейік. Алла беруші. Алла бере береді. Алланың берері таусылмасын. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, күлкіміз шат, жүзіміз нұрлы, өміріміз ғажайыпқа тола берсін. Барлықтарыңыздың отбасы жаққандастарыңызға береке тілеймін. Аллам ұл сұрағанға ұл берсін, қыз сұрағанға қыз берсін. Бай қуатты болайық.